Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен дәмі үйретін бір жасағаннан қайта жасай бергілеріңіз келетін карамельный пирог пісіретін боламыз. Жасалу жолы өте қарапайым. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Ең алғаш қамырын жасап аламыз. Жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап осылай араластырып алатын боламыз. Кейіннен майымызды құямыз. Майымыз міндетті түрде қыздар 60%-дан жоғары болу керек. Және де бір қасық қопсытқышымызды разрыхительді ұнымызға салып, електің ішінде жақсылап араластырып алып, өте жұмсақ болатын песочный тесто дайындап алатын боламыз. Бұл құраммен, яғни сіздер сметаник, творожный, карамельный сияқты пирогтардың основасы ретінде қолдана берсеңіздер болады. Мен басында осылай венчикпен илеймін, кейін уже қолмен жақсылап бәрін біріктіріп билеп алатын боламын. Кейін 30 минутқа салып холодильникке қойып қойсаңыздар да болады тынығуға. Болмаса, сразу жасай берсеңіздер болады. Менің формамның диаметрі 26 сантиметр. 24-26 сантиметрлерге осы құрам тура келетін болады. Міндетті түрде жақсылап барлық жағына жеткізіп саласыздар. Артық болған жерін кейін алып тастасаңыздар болады. Әркімнің духовкасы әрқалай, сол себепті міндетті түрде қыздар вилкамен осылай тесіп алғандарыңыз дұрыс. Енді салмасын дайындаймыз. Вареный сгущенкамыз саламыз. Менде деповский, болмаса 3 желанянкін қолданғандарыңыз дұрыс. Олардың құрамы өте таза болады. Және де қаймағымызды саламыз. Менде 20% қаймақ. Болмаса сливки қолдансаңыздар да өте дәмді болып шығады. 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап блендермен езіп, біркелкі массаж жасап аламыз. Сіздерде блендер болмаса, венчикпен жақсылап езіп салсаңыздар да болады араластырып. Және де формамызға құямыз. 180 градуста алдын ала қызып тұрған духовкада 35 минутқа пісіріп аламыз. Жақсылап суытып алғаннан кейін, бірақ формасынан шығарсаңыздар болады. Әйтпесе формадан шықпай қалуы мүмкін. Жақсылап суытып, холодильникке 1 сағат қойсаңыздар өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнаса, каналыма тіркеліп кетіңіздер.